тәуелсіз Қазақстан жерінен біз, ажайып Қазақстан елінен біз, әлемде бейбітшілік туын тіккен кең байтақ дархан дала төрінен ажайып Қазақстан ұлдарымыз, ажайып Қазақстан қыздарымыз, жаршысы жаңалықтың ақшылындай, ажайып Қазақстан журналымыз, жаршысы жаңалықтың ақшылындай, ажайып Қазақстан журналымыз, ажайып газетіміз жүреніміз, сыйластық таусылмайтын ұранымыз, біздің ұжым ғажайып Қазақстан, ынтымақ биік көлді тұғырымыз. Ғажайып Қазақстан ұлдарымыз, ғажайып Қазақстан қыздарымыз, жаршысы жаңалықтың ақшылындай, ажайып Қазақстан журналымыз, жаршысы жаңалықтың ақшылындай, ажайып Қазақстан журналымыз. Бастайтын ағалары бар, інелер қол баштайтын даналары бар, ақындар сазгерлер бар, әншілерім ел алдында ерекше дараланар. Ғажайып Қазақстан ұлдарымыз, ғажайып Қазақстан қыздарымыз, жаршысы жаңалықтың ақшылындай, ажайып Қазақстан журналымыз, жаршысы жаңалықтың ақшылындай, ажайып Қазақстан журналымыз. Мұталиев Әбен Хамитұлы 1953 жылы 3 қараша күні Сайрам ауданы Жұлдыз елді мекенінде туылған. Номер 37 Жұлдыз орта мектебін 8 сыныпқа дейін оқып, 9-10 сыныптарда Шымкент қаласындағы номер 26 Жамбыл орта мектебінде бітіреді. 1970 жылы Шымкент қаласында пединститутқа физика-математика факультетіне түсіп, оны 1974 жылы бітіреді. Содан Қызылорда облысы Төретем Байқоңырда қызмет етеді. Отбасылық жағдай бойынша өзінің Жұлдыз ауылындағы номер 37 Жұлдыз мектебінде мұғалім болып жұмыс жасайды. Кейін бұрынғы технологический, қазіргі Мұхтар Әуезов университетінде деканның орынбасары, зам декан болып қызмет атқарады. Еңбек жолында өзін шыңдай түскен Әбен Хамитұлы оңтүстік Қазақстанның Мұстафа Шоқай атындағы оңтүстік Қазақстан университетін ашады. Бірнеше жыл сол университеттің президенті болып қызмет атқарады. Алматыдағы Қаныш Сәтпаев университетінің филиалы Арна университеті ашылып, Арна университетінің проректоры, оқу ісінің меңгерушісі қызметін атқарған. Арна университетінен кейін денсаулығына байланысты 2012 жылдан бастап толықтай журналистік салаға ауысып, түрлі басылымдарға қызмет етеді. Бірнеше газеттің бас редакторы болды. Ең алғаш ұста жылы газетін ашты. Сол газеттің директоры, басшысы болып, сонымен қатар Тәуелсіз Қазақстан сынды бірнеше газеттерде қызмет атқарады. Қазіргі таңда Жемқорлықсыз Қазақстан газеті, Ғажайып Қазақстан газеті мен Ғажайып Қазақстан 2050 журналының президенті, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Өмір белестері атты кітаптың авторы, Қазақстан Республикасы Ғажайып Қазақстан қоғамдық бірлестігінің төрағасы. 3 бала, 2 қызы, 8 немере, 3 шөбересі бар Әбен Хамитұлы қазіргі таңда
құрметті зейнеткер. Асқақтауым тірегім болған әкем, суығына өмірдің тоңған әкем, ұлдарым деп, қызым деп бар жақсысын жүретін еді біздерге арнап әкем. Әкеге сағыныш, сөзі Әбен Хамитұлы, әні Жұпаргүл Бекшораева. Орындайтын Қарлығаш Қалыбаева. Дәстүрлі ән лауреаты республикалық Абай атындағы мамандандырылған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқытатын дарынды балаларға арналған мектеп интернатында сабақ береді. Алдарыңызда Қарлығаш Қалыбаева. Тірегім болған әкем,
ән ұялаған әнші. Ғажайып Қазақстан 2050 журналының Алматы қаласындағы меншікті тілшісі, Қазақстан Республикасы Ғажайып Қазақстан қоғамдық бірлестігінің ерен еңбегі үшін медальмен марапатталған Анаға сағыныш әнін орындайтын Бибігүл Сағат. Сөзі Әбен Хамитұлы, әні Жұпаркүл Бекшорайым. Баршамыздың аналарымыздың құрметіне арналған абуамыздар. Мейірмен үн қатқан баласына, сүйсініп құмартқан таласына, саналы өмірін неге арнап, айналған қазақтың анасына, айналған қазақтың анасына. Әлемді тербетті әнмен шарай, жадымда Әкеге, анаға деген сағынышты әнмен тербеткен әпкелерімізге алғысымызды айтамыз. Құрманбекова Тұрсынкүл 1951 жылы 6 мамырда Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы қазіргі Машбек ауылында дүниеге келген. Отбасылы 5 баланың анасы, қазіргі таңда Алматы қаласының тұрғыны. 2023 жылы «Өлеңім өмірімнің өрнегі» атты кітабы, 2024 жылы «Желіден ескен желлеп» атты кітабы жарық көрді. Екінші кітаптың тұсаукесерін өзінің туып өскен Жаңақорған ауданы Машбек ауылында өткізеді.
шығармашылық кешке тілшілер мен ақындар қатысып, ақын апамызға ыстық лебіздерін білдіреді. Әдемі кеш жайлы Жаңақорған тынысы газетіне, облыс газетіне және Ғажайып Қазақстан 2050 журналына үлкен көлемде мақалалар жарияланады. Ғажайып Қазақстан 2050 журналына меншікті тілшісі болған Тұрсынкүл Құрманбекова апамызды 2025 жылдың 15 қаңтарында ұжым басшысы Әбен Хамитұлы Қазақстан Республикасы Ғажайып Қазақстан қоғамдық бірлестігінің атынан ерен еңбек үшін медалі табыстаған. Сонымен қатар халықаралық жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан авторлар қоғамының мүшесі, құрмет медалінің иегері, 5 баланың анасы, 9 немере мен 2 шөберенің әжесі болып отырған құрметті зейнеттегі Асланы. Ақ жаулықты анам тұр көш басында, асыл сөзді түйін деген турасында, қасиетті қара өлең серік болып, жүрегімен мәрбелеп жүр алдында. Жыр әлемін бесігімен бөлейін, сағым болып тау шыңына көшейін. Алла берген өз әуенің тамшысын, ең халқымның ән жырымен өбейін. Батыс, шығыс, оңтүстігін әнімен тербеп келе жатқан ән жүрегімнің үні кітабының авторы Түркістан облысының Кентау қаласының тіл, қала жанашыры Бауыржан Момышұлының Батыр шапағаты медалінің иегері, Қазақстан композиторлар одағының Түркістан облыстық филиалына қарасты 10-дық одақтың мүшесі, халықаралық композиторлар одағының мүшесі Жұпаркүл Бекшораеваның орындауында Келші жаным сағындым, сөзі Тұрсынкүл Құрманбекова, әні Жұпаркүл Бекшораева. Рахмет. Тұрсынкүл әпке кәнтіп қойыңыз. Келші жаным сағындым өлеңін жазған Тұрсынкүл Құрманбекова. Әнді қабылдаңыздар.
Көгілдір аспан көгіне, қуаныш кернеп көңілге, ұшақпен ұшып барамын, елімнің байтақ жеріне деп, туған жерге деген сағыныш арманын жолдаған. Алыста жүрген арманым, сөзі Тұрсынкүл Құрманбекова, әні Жұпаркүл Бекшораева. Орындайтын жезтаңдай әнші, бірнеше конкурстардың лауреаты, Бибігүл қыздарыңыз ортада. Рахмет, көп рахмет. Құрманкүл. Бибігүл қыздарыңызға қошемет. Күзгі бақ. Сөзі Тұрсынкүл Құрманбекова, әні Жұпаркүл Бекшораева. Орындайтын Қарлығаш Қалыбаева.
Сезім. Сөзі ақтаулық ақын Жылғали Байкеев, әні Жұпаргүл Бекшораева, орындайтын Қарлығаш қыздарымыз. Бүгін менің сольный концертім болып отырады ме? Рахмет баршаңыздың ықыластарыңызға. Жүріңіз. Жазып өлең тыншыман сағым туған, сәттерім бар күмбірлеп күйге толған. Шежірелі қара тау самалымен әлі күнге аймалап сағындырған деп, көңілін әнмен жырға бөлеп жүрген Жұпаргүл Бекшораева апайымыз. Оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан ауданы тау етегінде, Абай ауылында желтоқсан айының 4-ші жұлдызында дүниеге келген. 3 қыз, 1 ұлы бар, 14 немересі бар, ардагер ұстаз ана, қоғамның белді мүшесі. Қызылорда педагогикалық институтының қазақ тілі мен әдебиет пәнін бойынша тәмамдаған. 2014 жылы жанымды ұғар жыр бұлағым, 2016 жылы үкілі үміт әндер жинақтары жарық көрді. 10 шақты ұжымдық жинақтары өлеңдеріне енген. 2024 жылдың қыркүйек айында ән жүрегімнің үні атты ән жинағы жарық көрді. 150 әні нотасымен қамтылып, музыка әлеміне халыққа жол тартты. 2018 жылы Ару қала Астана туралы композиторлардың облыстық байқауында 1-ші орын иеленген. Кентау қаласының 65 жылдық медальмен марапатталған. Ғажайып Қазақстан 2050 журналының қолдауымен шілде айында ерен еңбегі үшін медальмен марапатталса, ән жүрегімнің үні атты шығармашылық 70 жас мерейтойында
Қазақстан Республикасы Ғажайып Қазақстан қоғамдық бірлестігінің шешімімен еңбек қайраткері орденімен марапатталды. Арман қуған сәттерімнен іздедім, балалықтың жас көктемін кеземін. Тұлымымен желбіреген әуенді ақ қайыңның тамшысынан сеземін деп ән әлемімен салқын сусындатып келе жатқан Жұпаргүл Бекшораева апайымыздың әні «Көк байрақ жыры», сөзі Мақсұтқан Дәлиұлы, әні Жұпаргүл Бекшораева. Орындайды Құсбеков Жалғас Хайруллаевич. Айбарымда көк байрақ, әр толқынып жүрегімде от қайрақ. Толқынымен жаным бірге желбіреп, көкте күнде балқып тұрар елжіреп, елжіреп. Бұлсыз қалып тосауға көнгенбіз, рухым жер боп жұртым жерлеп сөнгенбіз. Сол үшін де көк байрақтың қадірін деп білемін, менің алтын тағдырым. Сол үшін де көк байрақтың қадірін деп білемін, менің алтын тағдырым. Ажарымда, арманымда көк байрақ, бақытымда, бағдарымда көк байрақ. Он қолымды қойып тұрып кеудемде, рухым тасып тербелемін ертеде, ертеде. Бұлсыз қалып тосауға да көнгенбіз, рухым жер боп жұртым жерлеп сөнгенбіз. Сол үшін де көк байрақтың қадірін деп білемін, менің алтын тағдырым. Сол үшін де көк байрақтың қадірін деп білемін, менің алтын тағдырым. Сымбатымда көк байрақ, жыр басымда, сырласымда көк байрақ. Көк байрақпен жаным бірге қашастан, жазда мәнін таны күлген азат күн, азат күн. Бұлсыз қалып тосауға да көнгенбіз, рухым жер боп жұртым жерлеп сөнгенбіз. Сол үшін де көк байрақтың қадірін деп білемін, менің алтын тағдырым. Сол үшін де көк байрақтың қадірін деп білемін, менің алтын тағдырым. Қазақстанның еңбегі сіңген қайраткері, бірінші шақырылған парламент мәжілісінің депутаты, қазақ тілінде жазылған тұңғыш заңның авторы, мемлекет және қоғам қайраткері,
1997 жылдың жыл адамы Ордабасы Сары Ағаш Сайрам аудандарының құрметті азаматы әкім Ысқақ. Ғажайып жан әні сөзі Жұпаргүл Бекшораева. Орындайды ақын композитор Жұпаргүл Бекшораева. Тағы да сәлем бердім сіздерге. Мынау әкім інім ел үшін, қоғам үшін қызмет жасап келе жатқан азамат. Бүкіл өмір шығармашылығымен ән жазарда мен танысып алам, сөйтіп барып ән жазамын. Осы әнге лайықты азамат екенін бәріңіз көріп тұрсыздар. Біліп те келе жатсыздар. Қазақтың тұңғыш қазақ тілінде көші-қонның заңын жазған, тұңғыш біздің қазақтың үнін шеттегі қазақ балаларын елімізге келтірген осындай азаматқа мен бас иемін. Ғажайып жан. Жүректегі жазулар өшпейді, арда бізді қайта жаттым сенімін. Жан сарайың мөлдіреген борақтай, нарадансың, нәр алғансың далада. Бұл өмірде көңіл қымбат қашанда, айналайын сені туған анадан. Шартырапқа ән қалқып барады, жадырады көңілдердің шырағы. Алтыным деп басыл достың бәрін, сен туың биік болып тұрады. Жан сарайың мөлдіреген борақтай, нарадансың, нәр алғансың далада. Бұл өмірде көңіл қымбат қашанда, айналайын сені туған анадан. Өз тілінде заң жаздым, қазағыма нұрлы үмітті сыйладым. Оқырманы алтын адам атылым, жазып сөзді бір өзіңнен жинадым. Жан сарайың мөлдіреген борақтай, нарадансың, нәр алғансың далада. Өмірде көңіл қымбат қашанда, айналайын сені туған анадан. Бұл өмірде көңіл қымбат қашанда, айналайын сені туған анадан. Сөз сөйлеп жіберейікші. Өмір өткен күндер емес, есте қалған күндер. Шынында үлкен бір ғұламадан сұраған екен, күннің қай күні жақсы деп. Сонда ол кісі былай деп жауап берді: патша үшін таққа отырған күн, ақын үшін өлең жазған күн, композитор үшін ән шығарған күн, азамат үшін өз отанына оралған күн. Біздің Астана үшін ең керемет күн бұл ғажайып Қазақстанның келуі. Осы ғажайып Қазақстанды басқарып келіп отырған Әбен мырзаға шын жүректен алғыс айтамын. Ол Жұпаргүл ханымның орнына берілді. Бұл кісіге мынандай бір сыйлық жасағым келіп отыр. Мынау жоқ емес. Мына бір кішкентай ғана нәрсе. Бұл
бұл ақылды дүние дейді. Сіздің таңдауыңыз ең керемет таңдау деп жазыпты. Оның ішіне ыстық нәрсені қойсаңыз, сол күй сақталып тұрады. Бірақ суықтықты сақтамайды. Бұл адамдық пен адалдықты сақтап жүреді. Ал неге бұл кісіге мен бұндай сыйлық беріп жатырмын? Өйткені бүкіл ғажайып Қазақстанның ғажайыптығын көрсетіп, адамдығы мен адалдығын қорғап жүрген абзал азамат. Жасасын Әбен мырза деп осының табыс етіп рұқсат етіңіздер. Мен кеше емес алдыңғы күні ғана келдім елден. Әкеміз мына кісі 90 жасқа толып жатыр. Қазақстанның ұлағатты ұстазы, Ордабасы ауданының құрметті азаматы, республикалық мұғалімдердің династиясының басшысы, 7 жыл өтілі бар, ең үздік еңбек әулеті деген атаққа ие болған кісі, тәуба, денсаулығы жақсы. Мен осыны жұғысты болсын деп, ырысты болсын деп, осындай әке болып, абыройлы болсын деген ниетпен осыны табыс еткім келіп отыр. Шақырымды жоғалтпашы деген жаңадан шыққан өлеңдер жинағым. Шынында адамға өмірдегі ең қымбат нәрсе жақыны. Ал өмірде жақыныңды жоғалтатын болсаң, одан артық ештеңе жоқ. Сондықтан Әбен мырза, мынау жұлдыздарыңыз жарқырап шығарыңызда жақын болып жүргенден артық бақыт жоқ. Сондықтан жақыныңызды жоғалтпаңыз. Жұпаргүл ханымға не сыйласаң да жарасады. Мен қазір ғана Каспий бұлтын сұрап жатырмын. Ол шапанды былай жапсаң, бұл салатта біреуге жауып жібереді. Ал Каспий бұлтқа берсең қандай тамаша. Сондықтан Каспий бұлтқа шапан. Ал кітапты бұл кісіге өлеңдер жинағын берген дұрыс. Өйткені өлеңдер жинағына ән жазады. Бұл кісі әнмен жаны серік. Өйткені бұл кісі жай ғана азамат емес, елге сыйлы, халыққа құрметті. Сөйлеген сөзінде үлкен мағына мен мән бар. Әндер қандай көркем, жан дүниемді қуанышқа, шаттыққа бөлейді. Сондықтан бөлей берсін, шаттандыра берсін, мақтандыра берсін, қуандыра берсін. Өйткені Қаратаудың перзенті жай адам емес, өмірін өнермен өрлетіп жүрген жан. Жұпаргүл үшін бір шапалақ ұрсаңыздар. Мен тағы бір өлеңдер жинағын, осында менің шәкіртім бар, фамилиямызда бірдей, Жібек Искакова деген Түркістанның түлегі, Түркістанның қасиетті перзенті. Айналайын, кітап шығарып, елдің алдында тұсаукесер жасап жүргенімді естіп, көріп қуанып отырмын. Бұдан артық бізге мәртебе жоқ. Мерейің өссін, абыройың артсын, анам мен бата берген балаң саған атасына тартсын. Ана әкенің қастерлеп шығарған кітабының ең керемет дүниесін, осының ішінде бүкіл әкелердің кәдімгі өмірдегі қадір қасиет жазылған. Бір ғана нәрсені айтайын, Ұлы Отан соғысында опат болған, әкесін жоғалтып алған бала пәленбай жыл іздейді. Бір күні табады Ресейдің жерінен. Сөйтіп анасына айтқан кезде, ана, бұл мыңдаған адам қайтыс болған екен, жермен жексен болып жатқан дүние бар. Менің әкем ба, әлде басқа біреумен мен қалай анықтаймын дегенде, анасы көрген кісі екен, сүйегін қазған кезде бас сүйегіне бас бармағының қанын тамыз. Егер сенің әкең болатын болса, ол сіңіп кетеді, ал басқа біреу болатын болса ағып кетеді. Сол ниетпен барып қазып жаңағы бас бармағын қанатқан кезде жаңағы қан сіңіп кетіпті. Қасындағы достасын айтты, мүмкін менің анам қателескен шығар, сенің қаныңды тамыз көрейікші деп қанын тамызса, оны ағып кетіпті. Мынаның ішінде әкенің өрнектері, әкенің өмірдегі сабақтары, жалпы өмірдегі оның үстінде көптеген тілеулестерім бар. Мен республика бойынша тағы да бір іс-шарасына баратырмыз. Ал енді Жұпаргүл де, кімде, Жібек те тілеулестердің мүшесі, жаңағы ән айтып жүрген Жалғас та біздің тілеулестердің ең белсенді мүшесі. Ал сол айтпақшы, өмірдегі адамға тілеулес болғаннан ештеңе жоқ. Осы Астанаға келуге мұрындық болып ат салысып жүрген, кешеден бері өзінің еңбегін танытып жүрген
Осман мырзаға осы кітап лайық деп ойлаймын. Мерейін өсірсін, ұстаздардың, әкелердің қадір қасиетін ұғындырып жүрген, сезіндіріп жүрген, мына тілеулестердің барлығының әкелері туралы пікір жаздырдым. Сөйтсем, бір тілеулесім жекеме жазыпты, аға, мен де жазайын ба әкем туралы? Жаз дедім. Сөйтсем айтады, мен әкем кім екенін білмеймін, әкемді көрген де емеспін. 1,5 айлық кезімде әкем мен шешем ажырасып кеткенде, әкем басқа біреу үйленіп кеткен, шешем басқа біреуге тұрмысқа шығып кеткен. Мен әке деген не екенін білмеймін, бірақ мен жазсам, нағашы атам туралы жазамын деп. Бұлай қарасаңыз, мына әкелер туралы қаншама пікірлер бар. Сондықтан келесі әке туралы кітапты осы кешеден бері қайта айтып жатырмын ғой. Әнуар деген азамат Целиноградта тіл мен мәдениет ұйымын құрып, қаншама адамдарға ұлттық рух сыйлап жүрген адам. Жай адам емес. Мен адамдарды екі түрге бөлемін. Нағыз азамат және нағыз азамат болуға мүмкіндігі жоқтар. Сондықтан да мен ойлаймын, сол адамдықты, адалдықты, ұлтжандылықты, қадір қасиетті көтеріп жүрген Әнуар ағамызға ұлттың мерейін өсірген үшін осы кітапты тартып отырмыз. Иә, барлықтарыңызға жеткен дұрыс, бір кітап қалды ғой да? Бір кітапты жаңа Жұпаркүлдің бір әдемі әнін шырқап, әке туралы керемет жеткізді. Ол әнші қыздың аты Қарлығаш па? Қарлығаш па еді? Сол Қарлығашқа бергім келіп отыр. Дүниедегі ең керемет жан әкенің, ананың қадірін білген жан. Қадір қасиетпен тектіліктің туын көтеріп жүрген әрбір жан мен үшін қымбат. Қазағымыздың туын көтерген жан қымбат. Қарлығашқа біздің Жұпаркүлдің керемет әнін орындаған үшін осы кітапты табыс етіп рұқсат етті. Асығыс кетіп қалды, мен өзім беремін. Бәрін айтты, бірін айт дейді. Бүгін кітаптанылар жүйесінің басшысы, осында өзім жақсы көретін алтын жүректі қарындасым отыр. Шапалақ ұрыңыздар, міне. Ұлтжанды, нағыз азамат. Оның үстінде өзі Шымкент педагогика институтының, мәдениет институтының түлегі, бүкіл қаладағы кітапханашылар жүйесін басқарып отыр. Жай ғана басқарып отқан жоқ. Маңғыстаудың азаматы, қазақтың аяулы қызы, аяулы келіні. Dur шапалағымыздар шынымен. Бәсі бұл жаққа қарасам күн шықтығандай бар. Жақсыны көрсең күн шыққандай, жаманды көрсең түн шыққандай боласың. Сондықтан мынандай кітапханаға мүмкіндік беріп, қазақтың рухын көтерген, ғажайып Қазақстанның мәртебесін биіктірген осы кітапханашылар жүйесінің бас директорына шапалақ қойыңыздар. Жасасын кітапхана, жасасын ғажайып Қазақстан, жасасын Жұпаркүл Бекшарайова. Сондықтан бізге рұқсат беріңіздер. Сіз маған Каспий Голдыңыздың нөмірін беріңіз. Ары қарай жарқырай берейік, жайнай берейік. Әлия мырза, сіздің үлкен еңбек шынында алысты жақындатып, жақынды туыс етіп, ал туыстың қадірін, жақынның қадірін ұғындыру. Жақын деген кім? Ол сені қадірлей білетін, сені сыйлай білетін. Менің алтыным деген кітабымда мынандай сөз бар. Әлемдегі ең үлкен байлық не? Адам. Адамнан артық байлық жоқ. Әлемдегі ең үлкен сыйлық не? Көңіл. Көңілден артық сыйлық жоқ. Адамыңды құрметте, көңіліңді кірлетпе. Сол көңіліңіз ашық жарқын болып жарқырай берсін. Ескерткіш суретке тұра қалыңыздар. Жас фотограф. Жалғасы тұрмады. Аңғышақ табырайлы болды. Көп жаса қуаныштың Қымбатты бүгінгі отырған ағалар, інілер, бауырлар, баршаңыздан тағы да Алланың нұры жаусын, керемет үйіп тыңдап отырсыздар. Мен осындай бір сәттен өзіме ләззат алып, өзіме ән жинай, сондықтан мен осы жерге мынау ғажайып Қазақстан
журналының Ешікті Алматыдағы тілшісі Нұрман інімді, Нұрман Тоталбінімді, яғни ақын інімді шақырып келіп отыр. Өзінің жыр өрнегін ала келген екен, соны арасында оқып жіберсін. Қарттар жайлы үзіксір. Білмей өтсең, өмірдің аққарасын, ұмытылып ұрпаққа жат боласың. Аман болсын қарттарым ақыл айтар, жанды арқып қызметін атқаратын. Сөз ұққанға насихат өмір асы, аман болсын қарттардың алтын басы. Ұмытпайық бір сөзді бұл жалғанда, қариялар өмірдің қазынасы. Қарт болайық, біздерде ақсақалды, кең ойлайтын келешек ұрпақ жайлы, ынтымақ пен бірліктің туын ұстап, жоғалтпайық бауырлар қолда барды. Өмір өзен, ағады дариялар, бізде талай жас үлкен қария бар, ұрпағының бірлігін тілеп жүрген, аман болсын көлегөз қариялар. Қарттар бар ел, сүрінбес сынақтардан, қарт ақылы кем емес бұлақтардан, батасымен қарттардың көгеріп жүр, кейбір жастар адасып құлап қалған. Ақыл кеңес жияды елдің есін, ынтымақтың еңсесі иілмесін, бақытымызға қол жайып бата берер, осы отырған қарттарымның қатары кемемесін. Қарттар аман болсын. Тынысбеков Сайлау Қуанышұлы 1964 жылы 12 сәуірде Қорғалжын ауданы Жантеке ауылында туылған. 1971 жылы ең алғаш мектеп табалдырығын аттап, мектепке белсенді болып, қоғамдық жұмыстарға араласып, өз үлесін қосады. 1979 жылы Целиноград қаласында байланыс училищесінде оқуға түседі. Сонымен қатар сол уақытта бокспен айналысып, бір разрядты боксшы атанады. Училищені ойдағыда аяқтап, 5 разрядты маман болып шығады. Красный Замен ауданына тәжірибелік жұмысты атқарып, еңбек жолын сол аталмыш ауданда бастайды. 1982 жылы әскерге шақырылады. Әскерде комсорг старшина болып, көрсеткіштер бойынша ең соңында жүрген ротаны алдына шығарған үшін марапатпен бағаланып, Кеңес одағы коммунистік партиясы мүшесі болып қабылданады. Сондай-ақ аталмыш орында қызметке шақырып, жоғарғы оқу орнына жолдама ұсынады. Бірақ жанұя жағдайына байланысты ұсыныстары қабылдаусыз қалды. Елге келісімен жұмысқа суретші болып жұмысқа қабылданады. Елде де оқуға жолдама беріп, комсорг орнына жұмысқа ұсынады. Бұл жолы да ұсыныстары жаймен қалып, Целиноград қаласында жұмысқа орналасады. Өмірдің ағымен өз кәсібін ашып, өз кәсібін ашқан алғашқы кәсіпкерлердің бірі болады. Өз кәсібін дөңгелетіп жүрген, сырттай оқып жоғары білімді диплом алады. Соңғы 2005 жылдардан бастап құрылыспен айналысып, Астана қаласына өз кірпішін қалаған жан есеп болады. Сонымен қатар 3-4 жыл армандап жүрген мақсаты орындалып, 2024 жылы шілде айында Тимеш ата ұрпақтарының басын жиып, үлкен істің ұйытқысы болып, Тимеш атаға арнап үлкен ас береді. Қазіргі уақытта төрағалық жұмысты атқарып жүрген Сайлау Тынысбеков ақын ағамыз Елорда ақсақалдар кеңесінің мүшесі. Қос қайын, сөзі Сайлау Тынысбеков, әні Жұпаркүл Бекшораева. Орындайтын Гүлшат Әбубакирова. Қайырлы күн, баршаңызға сәттілік. Бүгінгі авторларға жаңа туындылар дүниеге келе берсін дейміз. Қабыл алыңыздар.
өзі сағыныштан көргенде кіршілікпен тоғыстасып жұптасып сырласушы болмай олар жалында қос қайыңға еркелуші қос ғашық тербелген махаббаттың бағында қос қайыңға еркелуші қос ғашық тербелген махаббаттың бағында Сәлем мырза, келіңіз. Оның тарихы шамалы бір 2 үй айтып жүріңіз. Неге қосқайын болсын? Қалған тұра қалдыра суретке түсіп сайлаумен. Үшеуіңіз тұса қалдыра. Оның тарихы былай. 90 жылдың аяғында 2000 жылдың бастарында біраз қиыншылықтар болды ғой. Ауылдарда көмір жоқ, ағаш жоқ, отын жоқ. Әркім әр жерден тауып шамасы келгенше көріп жүрді. Сол кезде мен ауыл жаққа барсам, әлі жас кезімізде жаңағы қос қайың тұратын өсіп. Қаншама талдар отырады, өсіп тұрған теректер. Бірақ жаңағы қос қайың екеуі ғана болып тұратын ортада. Сол жаңағы сол таршылық уақытында ауылға барсам, жаңағы қайыңдарды кесіп тастапты, кесіп алып кетті. Сонда жазғанмын. Енді өздеріңіз білесіздер, аққу деген, қайың деген махаббаттың символы ғой. Ал енді анау соның аяғында бір куплетін алып тастады, енді апамыз өйткені адамдар тыңдағанда шашап кетеді дейді, жалып береді дейді. Сол анау ең соңында қайың кетсе де қиылып адамдарға жылу беріп кетеді. Соны жазғаппын. Қайыңдарға сонда рахмет. Өлеңді алған оқыған кезінде керемет әсер болды. Сөйтіп қайың негізі ақ қайың деген махаббаттың символы ғой ода. Керемет, құтты болсын. Әндерің, өлеңдерің халықтың жүрегінен орын ала берсін. Жаман апаң ән жаза берсін. Бұл кісіге рахмет. Осы ораза уақытында, оразаның соңғы уақыт күндері бірден соң өлең сұрайды жаңағы кісі апамыз. Барып жүре берсе, бұл кісі шығара береттері бар, ән жаза береттері бар. Ой, үші шашады болады. Болды дейді, мен айтын, өлең жіберіп атқан сен ғой десем, сізді оқысын деп атырмын дейді. Сол айтпақшы, өлең әнге өрнек береді. Ән «Ақ жауын» сөзі Сайлау Тынысбеков. Әні Жұпаркүл Бекшораева орындайтын Алиасқаров Мұратәли, астаналық әнші. Сайлау мырза, мынау Жұпаркүл апай сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Осындай өлеңдеріңіз көбейе берсін. Халықтың желіне шығады. Back to the
бәрекелді, рахмет. Искакова Жібек Төлбасы қызы 1986 жылы 24 желтоқсан күні Түркістан қаласына қарасты Шаға ауылдық округінде өмірге келген. Бала кезінен әдебиетке құмар болып, ақын жазушылардың өлеңдері мен шығармаларын оқып өскен. Өмірдің қандай сыны болса да өзіне деген сенімін жоғалтпаған Жібек Искаковаға арналған 2021 жылдың қаңтар айында Ғажайып Қазақстан 2050 журналының тұтастай бір санына өлең сөзге жаны құмар Арғын қызы атты журнал шықты. Ғажайып Қазақстан 2050 журналы мен Ғажайып Қазақстан газетінің бас редакторы. Сонымен қатар Түркістан облыстық Фәрәп Әмбебап ғылыми кітапханасында 2023 жылы 24 желтоқсан күні Түркістанның махаббатым атты жеке авторлық жыр жинақ кітабының тұсаукесері өтті. Бір ұлы бар. Бірнеше алғыс хаттар мен құрмет грамотасының Семей ядролық қоғамдық қорына 10 жыл, Қазақстан Республикасы Ғажайып Қазақстан қоғамдық қорының мінсіз қызмет үшін, ерен еңбек үшін, еңбек қайраткері медальдерінің және еңбек қайраткері ордендерінің иегері. Халықаралық жазушылар одағының мүшесі, Түркістанның махаббатым, сәулелі өмір атты жеке жыр жинақтарының авторы. Бірнеше ұжымдық жинақтарға өлеңдері енген. Ән сені іздедім, сөзі Жібек Искакова, әні Жұпаргүл Бекшораева, орындайтын Бибігүл Сағат. Бастай беріңіздер. Сені іздедім атты Жібек қызымыздың өлеңіне жазылған Жұпаргүл Бекшораева апайымыздың әні.
сеземін. Сағындым өзіңді әке. Сөзі Жібек Искакова. Әнін орындайтын Бибігүл Сағат. Бір айтып кететін мәселе, мынау қазір орындалатын сағындым әке өзіңді. Бұның сөзін Жібек қызымыз жазған. Әнін Бибігүл Сағат жазған. Сондықтан кәні сағындым әке тұңғыш бірінші әні. Енді мынау ұстаздан шәкірт ұзатты келешекте Бибігүл томдап әндерін жарыққа шығара берсін деген ниетпен осы бүгін бірінші тұңғыш орындалуы. Қабыл алыңыздар. Сағындым әке осыны. Өзім сағындым әке. Өзім сағындым әкені. Өзімнің алғашқы авторлық әнім. Қабыл алыңыздар. Әкемді сағынып бір жеке отырғанда шығып кетті. Ойламаған жерден. Қабыл алыңыздар. Ән бұл жүрегім. Сөзі Жібек Искакова, әні сөзі Әдем Хамитұлы. Орындайтын ақын композитор Жұпаргүл Бекшораева. Қабыл алыңыздар. Әбен ағамыздың жас кезде жазған өлеңі бұл жүрегім.
Керемет орындадыңыз. Сіздің жас кезіңізді елестетіп шыққан ән. Тамаша. Ендігі тыңдайтындарыңыз, біз анадан нәр алғанбыз, анадан жаралғанбыз, ананың ақ сүтімен әлемге таралғанбыз дей келіп, ақын астаналық інім, алтын інім болып кетті, Сайлау Тынысбеков, ұлдарыңыздың есіңдесің анашым әнді қабыл алыңыздар. Мәңгілік сақтаулы жүрегімде
Рахмет, тамаша. Сәке рахмет. Қолқиқаз. Сөзі Сайлау Тынысбеков, әні Жұпаргүл Бекшораева. Орындайтын Айдар Байдандин. Әншілер мен кітап авторларын сахна төріне шақырамыз. Қайырлы күн, қадірлі ағайындар, баршаңызға осы тамаша әнді менің Сайлау жүзденінің сөзін жазылған оқиға әнін тартудамыз. Қабыл алыңыздар, сіздердің құрметтеріңізге. Наурыз. Сөзі Жібек Искакова. Әні Жұпаргүл Бекшораева. Орындайтын ақын композитор Жұпаргүл Бекшораева. Айбеттеңіздер, мынау ән кеші енді жалпы ән жазып отырған ақындардың сөзіне енді осы бірімізге апамын, бірімізге әпкемін. Мынау Жібек қызымның жаңадан мынау екінші кітабының ішіндегі жаңа туынды Наурыз. Әпке, әлі Наурыз кеткен жоқ, біз Наурыздың иісі өзімізде, сондықтан Наурыз қалып кетпесін деп ескерткеннен кейін алдарыңызға тағы шығып тұрмын. Наурыз бәрімізге ортақ, еліміз аман болсын, осындай әндер, осындай кештер бола берсін, алтындай
қазыналарымыз, қарияларымыз аман болсын. Сіздерді көріп, төбем көкке жетіп отыр. Әлі жүрегімен ұғынатын маған 5 адам болса жетіп жатыр дегендей, мен сіздерге бас иемін. Алдарыңызда Наурыз әнін қабылдаңыздар. Thank you.